Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз математика сауаттылықтан 9-шы сұрақты шешетін боламыз. Бұнда біздер логикалық сұрақ. Сиқырлы шаршы тігінен былай да, және диагонал бойынан да, және де көлденен де қоссаң, яғни олардың қосындысы бірдей санды береді. Шаршының кейбір сандары берілген, x-ның орнына сәйкес келетін санды табамыз, яғни табу керекпіз. Видеоны толықтай көрместен бұрын өзің видеоны паузаға қойып шешіп көр. Оны шешу үшін біздер мына жерге қандай да бір а деген санды қояйық. Сол кезде бізде көлденен қосқан кезде тігінен қосқанға тең болады. 13 қосылған а қосылған 10 тең болады а қосылған 15 қосылған x болады. Енді x-ті оң жақта қалдырып кетіп, барлығын сол жақта көшірейік. 13 қосылған а қосылған 10 азайтылған а болып көшіп, минус а болады, минус 15 болып көшіп келеді, сонымен болды. Так, 13-ті 10-ды және де 15-тен азайтсақ, 13 пен 10-ды қоссақ 23, 23-тен 15 азайтсақ, ол бізде 8 болады. Плюс а мен минус а бізде жойылып кетеді, сонда x-тің біздің 8-ге тең екені шықты. А нұсқасында. Осымен есебіміз шықты.